Мен Қарамерген Самира Мұратжанқызы, Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы Саржар ауылы номер 1 Саржар жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші Б сынып оқушысымын. Ғылыми жобамның тақырыбы жылғы қазақ халқының ұлттық мұрасы және бүгіннің болашағы. Аннотация айтсақ, зерттеу жұмысы туралы бұл ғылыми жобада жылқының қазақ халқының өміріндегі тарихи және мәдени маңызы жан-жақты қарастырылады. Жылқының көшпелі өркениеттегі рөлі, ұлттық дәстүрлер мен тұрмыс тіршіліктегі орны сипатталады. Зерттеу барысында жылқының тек ұлттық мұра ғана емес, сонымен қатар болашақта экологиялық таза өнім көзі және ел экономикасын дамытуға үлес қосатын маңызды ресурс екені анықталады. Зерттеу мақсатым жылқының тарихи, мәдени және экономикалық маңызын анықтап, болашақтағы рөлін зерттеу. Зерттеу нысаным жылқының тарихи, мәдени және шаруашылықтағы орны, жылқы шаруашылығының қазіргі жағдайы. Күтілетін нәтиже ғылыми тұжырымдар, даму ұсыныстары және ұлттық құндылықтарды сақтау жолдары. Кіріспем жылқы еркіндіктің символы. Қазақ халқының тарихы мен мәдениеті табиғатпен етене байланысты қалыптасқан. Ұлан-ғайыр далада еркін өмір сүрген көшпелі халық үшін жылқының маңызы айрықша болады. Солтүстік Қазақстандағы Ботай қонысы адамзат тарихындағы жылқыны алғаш қолға үйрету орталығы. Ботай мәдениеті шамамен 5-6 мың жыл бұрын қалыптасқан. Ботай мәдениетіндегі археологиялық қазба жұмыстарына өз үлесін қосқан археолог Виктор Зайбер. Ал бұл жерде қазба жұмыстары жүргізіліп жатырған сурет, ал мына жерде жылқының сүйектері. Қазба жұмыстарынан табылған жылқы сүйектері олардың өмірі толықтай жылқымен байланысты болғанын дәлелдейді. Қымыз қалдықтары, қыш ыдыстардан қымыздың қалдықтары табылған. Ботайлықты бие сүтін тамаққа пайдаланған. Жылқы тістерінде жүйенің іздері анықталған. Жылқының адамға қызмет еткенін тікелей дәлелі. Ғалымдар ботайлықтарды әлемдегі алғашқы жылқышылар деп атайды. Атқа міну мәдениетінің бастауы. Қазақ мәдениетіндегі жылқының орны рухани мәдениет, ырым-тыйымдар, ұлттық ойындар. Батырлар жырында тұлпарлар батырлардың күшін арттыратын, қиын сәттерден қолдайтын ерекше бейне ретінде сипатталады. Жылқы еркіндік пен батырлықтың мәңгілік символы. Ырым-тыйымдар, атқа міну қазақ баласының кішкентайынан үйренетін дағдысы, ұлттық тәрбиенің ажырамас бөлігі. Ал ұлттық ойындары бәйге, көкпар, ойын, аударыспақ, қымыз мұрындық. Бәйге қазақтың ең көне ат жарысы, ал көкпар күш пен ептілікті сынайтын ойын. Аударыспақ ат үстіндегі күрес, қымыз мұрындық қымыз маусымын ашатын мереке. Жылқыны себепсіз ұруға болмайды. Ол киелі жануар. Аттың жалы мен құйрығын себепсіз кесуге тыйым салынған. Жақсы атқа ерекше күтім жасалып, арнайы атау берілген. Жылқы қазақ халқының тарихында ерекше орын алатын қасиетті жануарлардың бірі. Қазақтың тұрмыс тіршілігі, мәдениеті мен дүниетанымы жылқымен тығыз байланысты қалыптасқан. Жылқы тек көлік құралы ғана емес, сонымен қатар тіршіліктің негізі, байлықтың өлшемі, еркіндіктің символы болған. Ат ердің қанаты деген мақалы жылқының адам өміріндегі маңызын айқын көрсетеді. Жылқы тек шаруашылықтағы жануар ғана емес, ол рухани құндылық. Жылқы байлықтың өлшемі. Қазақтың ауыз әдебиетінде жылқыны біз көбінесе кездестіреміз. Батырлар жырында ол тұлпар батырдың сенімді серігі ретінде сипатталады. Мысалы, тұлпар батырдың күшін арттырып, оған кез келген уақытта өзінің көмегін, яғни қиын сәттерде өзінің көмегін бере алады. Бай адамдардың жылқы саны көп болған, ал жылқы айырбас құралы ретінде де пайдаланылған. Сондықтан біз жылқыны қазақтың ұлттық мұрасы деп атауға толық негізіміз бар. Бүгінгі жылқының 4 бағыты экономика, медицина, ат спорты, туризм. Жылқы шаруашылығы ауыл шаруашылығының маңызды саласы. Халықты сапалы, экологиялық, таза өнімдермен қамтамасыз етеді. Медицина қымыздың емдік қасиеттері ресми медицинада мойындалған. Санаторийлер мен емханаларда кеңінен қолданылады. Ат спорты бәйге, көкпар, аударыспақ. Ұлттық ойындар ел ішінде де халықаралық аренада да танымал. Туризм этнотуризм бағытының өсуі жылқы шаруашылығына жаңа мүмкіндіктер ашуда. Шетелдіктерге ерекше тартымды. Жылқы шаруашылығының даму мүмкіндіктері
экологиялық таза өнім, жылқы еті мен қымыз, халықаралық нарықта сұранысы жоғары экологиялық таза өнімдер, экспорттық әлеует, жылқы өнімдерін шетелге шығару ел экономикасына тікелей үлес қосатын перспективалы бағыт. Ұлттық бренд жылқыны Қазақстанның ұлттық символы ретінде әлемге таныту, мемлекеттік имидждің маңызды бөлігі. Қорытындылай келе, жылқы тарихта, болашақта. Ал менің ұсыныстарым қымыздың пайдасын кеңінен насихаттап, жас ұрпаққа таныстыру. Мектептерде ұлттық тағамдар туралы арнайы сабақтар ұйымдастыру. Қымыз өндірісін дамытып, сапасын арттыруға көңіл бөлу. Қымыздың күнделікті өмірде көбірек пайдалану арқылы халық денсаулығын жақсарту. Қорыта айтқанда, жылқы қазақ халқының тек көлік құралы ғана емес, бүкіл тұрмыс тіршілігінің мәдениеті мен руханиятының ажырамас бөлігі. Ежелден бері жылқы қазаққа еркіндік пен батырлықтың символы болған. Бүгінгі таңда да оның маңызы жойылған жоқ. Жылқы шаруашылығы экономиканы дамытуға, ал қымыз бен жылқы өнімдері адам денсаулығын нығайтуға үлкен үлес қосуда.